Достар сәлем, менің есімім Нұржаубаева Анель, мен сексолог тренермін, бұл сыр білім парақшасы, және де бүгін мен сіздермен өзімнің бір жеке видеомен бөліскім келеді. Сендерге ұнайды деп ойлаймын, және де қазіргі таңда осындай видеоларды көбірек қосқым келеді. Бұл видеоның аты менің өмірімнің өзгертуін әсер еткен топ 3 кітап. Егер сізге ұнаса, бұл тематиканы мен ары қарай бөліскім келеді, себебі кітаптар негізінде түрлі, әрине, түрлі жанрлар бар. Әркімнің өмірінің бір бөлігіне байланысты. Мысалы, бүгін бөліскім келген, әсер еткен, бұл, наверное, 10 жыл бұрын оқыған кітаптар, себебі сол кезде 10 жылдан енді где-то мен 27-28 жасымда, сол ғой, примерно 10 жыл бұрын оқыған кітаптар, олар маған әсер еткен, себебі именно 27-28 жасымда мен өте көп сұрақ өзіме қойып бастадым, психология тұрғыда, өзім туралы, өмірім туралы өте көп сұрақтар пайда болды да. Және де бұл этаптағы өзгерген кітаптармен бүгін бөлісем, бұл 3 топ кітап. Және де айта кетейін, егер де бұл сізге ұнаса, мен мүмкін сексология тарапынан кітаптарды сендерге кеңес берейін, немесе детская сексология тарапынан балаларыңызға қандай кітап беруге болады. Просто оқитын қандай кітаптар. Оны мен тоже стористе обычно бөлсем, қандай кітаптарды оқып жатырмын. Так что қызық болса, онысында YouTube-ға да мен салып отырайын обзорларды. Кітаптарға дейін мен айта кетейін, что кітаптардың маңыздығы бөлек да. Бұл привычка да, кішкентай кезден енгізу керек, себебі менің мамаммен тұрғанда олар оқитын, атам да, мамам да оқитын, әжем де оқитын да. Сол үшін бір кітаптарға оқу деген қызығушылық кішкентай кезден бар. Әрине түрлі ситуациялар болса да, әрқашанда осындай кітапты оқу, қосымша білім алу, қосымша бір мышление ашу, осындай мүмкіндіктен айырылмаңыз да. Мен бәрібір сізге кеңес берем, кітаптарды оқып бастаңыз. Оқымаған жандар болса. Енді маған топ әсер еткен кітап. Мына жерге енді топ 3-ке мен кіргізбеймін, бірақ мен бәрібір айтпасам болмайды. Бұл әрине Құран, оның аудармасы. Мен оны студент кезімде оқып бастадым, және әрине өмір әрине до и после болды, себебі Құрандың оқыған кезде өте көп нәрселер көзім ашылды да. Оны мен осындай топ 3-ке қоспаймын, себебі оның орны бөлек. Оның орны бөлек. Құранға келсек, бұл тіпті бір үлкен ислами тұрғыда бөлек бір тақырып, менің жеке ішкі бір сезімдерім, оған мен бөлек мүмкін видео арнаймын, но осы видеода емес. Ең бірінші видео, бұл әрине ислами кітап, Шамиль Аляутдиновтың «Мир души» деген кітап. Бұл кітап жалпы біздің күнделікті өмірде қаншалықты қиыншылықтар болды, не үшін келдік, іштегі уайым, түрлі адамдарды қандай түрлі өмірде кездесетін қиыншылықтар болса, сұрақтар болса, сол «Мир души» маған өте ұнады. Мен оны әрине есімде бар, кішкентай кітапша. Және де айтқан сөздері, осы автордың айтқан сөздері маған өте жақын болды. Сол кезде әрине бірнеше рет оқығанмын бұл кітапты. Білгенімше, бұл кітап бірнеше рет өзгертілді, то есть дополнение өте көп болды. Мен оның бірінші версиясын оқығанмын. Әр адам бір күні сұрайды ғой, мен не үшін осы өмірге келдім, маған не үшін осындай қиыншылық берілді, или мен не істеуім керек, осындай. Осы кітап жаратылыс біздің ислами тұрғыда, діни тұрғыда өте күшті сұраққа жауап берген, осындайға толы. Так что тоже соны оқуға кеңес берем. Екінші кітап, бұл Джон Кехо, «Подсознание может все». Бұл кітап қазақша да бар да. Оқыңыз, мен оны телеграм каналымда тегін электронный версиясын жібергенмін, оқитын кішкентай кітап. Міндетті түрде тоже оқымасаңыз оқыңыз, күшті кітап. Неге ол өмірімді өзгертті? Себебі психология тұрғыда қаншалықты біздің ойымыз, біздің мышление қаншалықты біз нені ойлаймыз, қаншалықты бұл өмірде бола алады. То есть мысли материальны,
сол үшін айтады ғой, өзің ойыңды бақыла, да, жаман ойлама. Себебі жаман ойласа, ол келеді өміріңе. Жақсы ойла. Жақсы ойла дегенде не просто жақсы ойла, а бір конкретно, да, мен мынаны қалаймын, мен осылай болғанын қалаймын. То есть здесь түрлі, то есть осы кітап наука тарапынан ғылыми тұрғыда дәлелденген өте көп жасалған зерттеулер қаншалықты біз ойымызбен физикалық, то есть ұстай алатын нәрсені жасай аламыз. Менің ойымша бұл тақырып әрине әлі толықтай зерттелмеген, бұл себебі біз көрмейміз оны. То есть атомный қалай құрастырылған. Мысалы, мен қазір бір нәрсені ойлаймын, уже атомдар соған жұмыс жасалады. То есть мен қазір әрине мен ғылым емеспін, бірақ ғылыми түрде осы кітапта күшті қылып жазылған. Бұл менің полностью мен прям вау деген сол кезде. То есть қаншалықты біздің мүмкіндігіміз үлкен, да, зор. Біз қаншалықты көп нәрселерді жасай аламыз. То есть мышленияны, біздің мүмкіндіктерді ашатын бір кітап. Үшінші кітап, мен көп ойлағанмын, қайсысын қосамын деп, себебі түрлі кітаптар болды. Оны мен еще анау сонау кезде қандай кітап оқығанмын деп есіме әрең түсті. Шынымен бір кітап бар, әйел жазған, Ольга Валяева деген, предназначение быть женщиной деген, бұл әйелдерге арналған. Бұл автор туралы айтайын, она ведическая, веды деген бар, ол индиялық ұғымдар. Осындай кітапты оқыған кезде сіз фильтр арқылы ақпарат аласыз, да. То есть барлығын толықтай бұл кітапты сіз сіңіп алмайсыз, керегін аласыз. Вообще ақпарат алған кезде біз міндетті түрде фильтрден бәрін өткіземіз. Сіз даже мені тыңдаған кезде сіз айтасыз, ой, мынау керек емес, мен мынаны оқымаймын, мен мынаны там. То есть сіз керегін ғана аласыз. И это нормально, осылай болу керек, да. Бүкіл ақпаратты сіз просто бүйтіп қалға алмайсыз. То есть адамда критикалық ойлау қабілеті бар. Яғни біз любой ақпаратты қараймыз, қаншалықты бұл қабылдаған дұрыс па, бұрыс па, мынау маған керек па, керек емес па. Любой ақпарат, да. Сол кітапты да сөйтіп сіз қарастырасыз. Себебі көп индиялық ұғымдар бар сол кітапта. Бірақ маған не ұнады? Бұл энергия, да. Индия вообще, вот Дао, Индия, аюрведа, веда, олар өте көп энергия тарапынан айтады, және де мен энергия тұрғыда бәрін жақсы көремін, да. Себебі энергия бұл бар зат, и әйел энергиясы, еркек энергиясы бәрібір бөлек, да, жаратылыс бөлек. Қаншалықты қазір еркектер, әйелдер как-то теңестіріп, бәрібір қаншалықты не десе де, әйелдің гормондары бөлек, ойларымыз бөлек, да, то есть бәрібір бөлекпіз. И осы кітапта энергия тұрғыда әйел адам өзін сезіну тарапынан, өзін зерттеу тарапынан, өзінің эмоционалдық қалпы тарапынан күшті кітап. Негізінен предназначение быть женщиной, да, классно. Там, конечно, киім тарапынан бар кейбір нәрселер, оны сіз әрине өзіңіз қарайсыз, керек емес. Но толықтай не оқимын десеңіз, неге оқымасқа, да, тоже бір жақсы кітап. Бұл да өте бір ескі кітап. Бұл автордың предназначение быть мамой деген нәрселер бар, олар маған онша жақпады. А именно предназначение быть женщиной маған ұнады. Тоже өзіме өте көп нәрселерді тоже маған прям вау деген бір кітап болды, да, сол кезде. Так что әйелдер қауымы тоже оқысаңыз болады. Мен де вроде сол кітапты телеграмға жібердім. Бірақ ол кішкене үлкендеу, да, кітап. Оның қазақшасы жоқ, тек орысша. Но тоже неге оқымасқа. Вот, достар, бұл менің өміріме шынымен де әсер еткен кітаптар. Әрине өмір өзгереді, күнделікті біз дамимыз, қараймыз, адам мынау. Қазір мысалы мен оқып жатқан кітаптар көбінесе бала, да, воспитание туралы, потому что өз балам, да. То есть біздің өміріміз өзгереді, біздің қалпымыз өзгереді, и әр состоянияда біз определенный кітаптарды оқимыз. Басқа да сізде пікірлер болса, қандай тағы да видео сізге түсірейін, ойларыңыз болса, міндетті түрде бөлісіңіз. Рахмет, сау болыңыздар.